Қосылып тұр деп еді жаңа. Құрметті қонақтар және жергілікті тұрғындар, әріптестер және бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар, қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Бүгінгі кезекте қоғамдық тыңдауда Боранқол кен орнының 2026-2028 жылдарға арналған Nobilis Corp жауапкершілігі серіктестігі үшін қоршаған ортаға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығарындылары, эмиссиялары нормативтерінің жобасын, қалдықтарды басқару бағдарламаларын, рұқсат етілген төгінділер нормативтерін, экологиялық бақылау бағдарламаларын және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын түзету талқылануға шақырылып отыр. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабына және Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің міндетін атқарушы 2021 жылғы 3 тамыздағы 286 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде мен Боранқол ауылы әкімі аппаратының мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Қазығов Ажол Нұрханұлы. Хатшысы ретінде Рекорд консулт жауапкершіліктер серіктестігінің өкілі Сақтау Самыл Махамбетқызының кандидатурасын ұсынады. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Онда бір ауыздан сайланады. Аталған қоғамдық тыңдаулардың мақсаты Nobilis Corp жауапкершіліктер серіктестігінің жоғарыда көрсетілген жобаларын талқылау. Ендігі кезекте қоғамдық тыңдаудың регламентіне тоқталып кетсек, баяндама жасауға 10 минут, қосымша сөйлемдесуге 3-5 минут беріледі. Келісеміз ғой, бәріміз? Осы регламентке келіссеңіздер, қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі мен регламенті бір ауыздан бекітіледі. Ұсыныс сұрақтарыңыз болса, негізгі баяндамашының болғаннан кейін талқыласақ болады. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Күн тәртібі мәселесі бойынша сөзді баяндамашы. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Сіздер назарларыңызға Боранқол кен орнының 2026-2028 жылдарға арналған Nobilis Corp жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін қоршаған ортаға ластау заттарын, рұқсат етілген шығарындылар нормативтерін, эмиссиялар нормативтерін, жобаларын, қалдықтарды басқару бағдарламаларын, рұқсат етілген төгінділер нормативтерін, экологиялық бақылау бағдарламаларын және де қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын түзету тақырыбында баяндама ұсынылады. Келесі слайдымызда кен орны туралы жалпы мәліметтер айта кетсем, әкімшілік аумақтық жағынан Боранқол кен орны Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында орналасқан. Облыс орталығы Ақтау қаласы кен орнынан оңтүстік батысқа қарай 400 шақырым жерде орналасқан. Және де жақын елді мекендер теміржол станциясы және Боранқол кенті 15 шақырым жерде. Құлсары қаласы 110 шақырым жерде және де Бейнеу аудан орталығы 120 шақырым жерде орналасқан. Боранқол кен орны Маңғыстау облысының солтүстік бөлігінде Боранқол кентінің батысында орналасқан. Геологиялық тұрғыдан кен орны Каспий маңы ойпатының оңтүстік шығыс бортында оңтүстік ембі жерленген палеозой көтерілісі шегінде орналасқан. Боранқол кен орнындағы Nobilis Corp жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мұнай және газ конденсаты кен орындарын игеруге, мұнай конденсат және табиғи газ өндіруге маманданған. Мұнайды тауарлық жағдайға дейін дайындауды және мұнайды тауар шикізат базасында және газ конденсатын газ және газ конденсат дайындау цехына жіберуді жүзеге асырады. Боранқол кен орнында мұнай және газ конденсат пайдалану ұңғымалары орналасқан. Субұрқақ және механикаландырылған көмірсутектерді өндіру әдістері өндірілетін мұнайды жинаудың қолданыстағы жүйесінің негізінде әрбір ұңғыма үшін жеке түсу желілері мен жинау пункттерінен тұратын герметикалық жүйе қаланды. Келесі слайдымызда осы Боранқол кен орнының орналасу сызба картасы көрсетілген. Келесі слайдымызда технологиялық деректер. Ұңғымалардан түсу желілері бойынша мұнай газ қоспасы, мұнайды ілеспе газдан алдын ала бөлу процесі жүріп жатқан ЦПП-да орналасқан. ГУ1, ГУ2, ЗУ1, ЗУ4 және спутник А1 ГУ-ге түседі. ГУ және ЗУ-дан мұнай газ қоспасы бойынша тауарлық кондицияға жеткізу және тауарлық мұнайды ТСБ-ға содан кейін тұтынушыларға тасымалдау үшін магистральдық мұнай құбыры жүйесін беру үшін ЦППН мұнай газ сепараторларына жіберіледі. Боранқол кен орнының ұңғымаларынан газ конденсаты қоспасы түсу желілері бойынша газды бөлу көзделген және де ГСП кіріс манифольдына беріледі және газ құбыры арқылы бөлініп алынған газ уок газын кептіру қондырғысына жіберіледі. Боранқол кен орнында газ конденсатын өндіру тәсілі субұрқақ болып келеді. 2026-2028 жылдарға пайдаланылатын объектілердің құрамына ГУ1, ГУ2, ГУ1, ГУ2, ГУ3,
сутүрт, ВСП, мұнай және газ пайдалану ұңғымалары бар мұнай және газ өңдеу цехы кіреді, мұнайды дайындау және айдау цехтары кіреді, ЦПГ және де ГК кіреберісінде компрессорлық цехтар, катапиллер, ұңғымаларды күрделі және ағымдағы жөндеу бөлімі, 50 адамға арналған боранқол вахталық қалашығы, номер 1, 2, 3 жатақханалар кіреді және де боранқол кен орнының газ құбырлары кіреді. Келесі слайдымызда технологиялық деректер, яғни боранқол кен орны бойынша мұнай және ілеспе газдың өндіру көрсеткіштері 2026-2028 жылдарға сұйықтықты өндіру көлемі 928,66 мың тоннаны құрайды. Мұнай өндіру жылына 108,9 мың тоннаны құрайды. Ілеспе газды өндіру 5,115 миллион метр кубты құрайды. Табиғи газды өндіру 18,174 миллион метр кубты құраса, конденсатты өндіру 1,136 мың тоннаны құрайтын болады. Келесі слайдымызда осы жобалар бойынша атмосфераға ластауыш заттардың шығарындыларын сипаттамасы. Кәсіпорындағы атмосфера ластауыш заттардың шығарындылардың негізгі көздері, олар дизельді агрегаттардың шығатын құбырлар, газ жағу алауы, газ генераторлардың шығатын құбырлары, жылыту пештері мен жылыту қазандықтарының түтін құбырлары, мұнай өнімдері бар резервуарлардың тыныс алу құбырлары және мұнай газ жабдықтары болып табылады. 2026-2028 жылдарға арналған кен орнының пайдалану кезінде атмосфера зиянды заттар шығарындыларының 334 көзі жұмыс істейді. Оның ішінде ұйымдастырылған көздер 170 бірлік болса, ұйымдастырылмаған шығарынды көздер 164 бірлік. Нормалауға жататын боранқол кен орнының атмосферасын ластау көздерінің ластауыш заттары 2026-2028 жылдарға шығарындылары 2026 жылға максималдық бір реттік шығарынды 284,75 грамм секунд құраса, жылына 785,446 тонна жылына құрайтын болады. Ал 2027-2028 жылдарға максималды бір реттік шығарынды 281,056 грамм секунд болса, жылына 782,757 тонна жылына құрайтын болады. Келесі слайдтарымызда осы жоба бойынша түзілетін қалдықтардың сипаттамасы. Барлық қалдықтар 2026-2028 жылдарға арналған лимиті 1460,303 тонна жылына құрайтын болады. Келесі слайдымызда осы жобадағы пайда болған ағынды сулардың сипаттамасы. Бұл жобада бірінші шығарылым және екінші шығарылым болып бөлінеді. Бірінші шығарылым бойынша 2026-2028 жылдарға арналған ластауыш заттардың түзу нормативтері 23,977 тонна жылына құрайтын болады. Ал екінші шығарылым бойынша 1454,392 тонна жылына құрайтын болады. Келесі слайдымызда осы жобалар бойынша атмосфераға шығарындыларды азайту жөніндегі іс-шаралар. Олар жұмыстарды өндіру технологиясын дәл сақтауын бақылау, барлық технологиялық параметрлерді қатаң сақтау, жабдықтың герметикалығын тұрақты бақылауды жүзеге асыру, технологиялық процестің барысын тұрақты бақылауды жүзеге асыру, қызметкерлерді төтенше жағдайларға ден қоюға үйрету, өртке қарсы қауіпсіздік нормалары мен ережелерін сақтау, атмосфераға ең аз шығарындылары бар заманауи жабдықты пайдалану, жабдықтың беріктігі мен герметикалығын қамтамасыз ету, технологиялық жабдықтарды жоспарлы алдын алу, өңдеулерін және профилактикасын уақытылы жүргізу. Зиянды заттардың таралуын есептеу, талдау, санитарлық қорғау аймағының шекарасында барлық ингредиенттер бойынша жер бетіндегі концентрациялар атмосфералық ауа сапасының критерияларынан аспайтынын көрсетеді. Қоршаған ортаның қалдықтар мен ластану болдырмау жөніндегі іс-шаралар. Кәсіпорында түзілетін өндіріс және тұтыну қалдықтары арнайы бөлінген уақытша сақтау орындарында, яғни тығыз жабық контейнерлерде жинақталады. Қауіпті физика химиялық қасиеттері бар қалдықтар үшін кәсіпорын аумағында қалдықтардың қауіпсіз айналымын бақылау көзделген. Қоршаған ортаның қатты қалдықтарын ластануын болдырмау үшін Қазақстан Республикасының нормативтік талаптарға сәйкес іс-шаралар жоспарланған. Олар арнайы сыйымдылықтарда және арнайы жабдықталған алаңдарда ұлттылығы бойынша сұрақтар отырып, өндірістік қалдықтарды түгендеу және жинау, жоспарланған іс-шаралардың орын алуын бақылау. Барлық қалдықтар жинақталуына қарай өзінің мерзімін нормативтік
талапқа сәйкес мерзімге байланысты мамандырылған ұйымдарға алып кететін болады. Келесі слайдымызда қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Табиғатты қорғау іс-шаралар жоспарына жұмыстарды жүргізу аумағында шаңды басу жөніндегі жұмыстар жүргізу, жер қойнауын жай-күйінің мониторинг жүргізу, техникалық және ауыз су шығын нормаларының сақталуын бақылау жүргізу, және де өндіріс және тұтыну қалдықтарын одан әрі кәдеге жарату, қайта өңдеу үшін кен орнынан шығару болып көзделеді. Осымен менің баяндамам аяқталды. Егер де сұрақтарыңыз болса, жоба бойынша пікірлеріңіз бар ма? Сұрақ қойсаңыздар баяндамашы. департамент. Жақсы, қоғамдық сұрақтарыңыз болмаса, қоғамдық тыңдауды өтті деп есептейміз. Қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймын. Келіп уақыт бөліп қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.